болды. Ұстаздық болу Алладан. 50 жыл ұстаз болған ол көп емес. Сол жылдарында 3 кітап, 50-дей ғылыми еңбектер жазды. Оның бәрі тәрбиеге арналған еді. Бір жылдар 5 жыл бойы менің тәрбиеммен бүткіл мектепте жұмыс жасаған болатын. Сонда мен сол кезде ұлт анасының бастамасы қызметін атқарған екенмін деп ойладым. Кейін егемендігімізді алған кезде, жаңадан имамдыққа бет тұрған кезде, мені бір Алла тағала түрткендей, білім саласымен жоғарғы адамдармен таласып, солармен күресіп отырып, ең бірінші мектепте дін тану деген сабақты енгізген едім мен. Сонда жаңағы сол 3 жыл бойы сол дін тану сабағын енгізіп, араб тілін 3 жыл оқып тұрдым. Ал ол деген қазір ойлап қаласам батырлық екен. Ешкім рұқсат бермей, заңды бұзып тұрып, араб тілімен баланы сусандырып, және жаңағы Құранды оқытып, Мұхаммед пайғамбарымыздың барлық өмірін мектептің балаларымен таныстырған еді. Содан кейін мектепке таралды. Міне сол кезден бастап мен ұлт анасының қалыптасқан екенмін деп